Ассалаумағалейкум, құрметті хандар. Агротур шаруа қожалығына қош келдіңіздер. Көріп отырғандарыңыздай Хавита деген торф. Бұл да европалық торф. Европадан келеді бізге торфтар. Одан кейінгі мынау біздің егетін аппаратымыз бар, машинамыз дейді. Даросса деген Италиядан келген бұл аппаратымыз. Бұл да өте қымбат дүние. Міне көріңіздер. Осымен егіледі. Одан келіп мына конвейер айналып үстіне вермикулит құйылады. Одан мына неге келіп су құйылады үстіне. Одан мына жерге келіп жиналады. Жинағаннан кейін мына неге роликке түсіп конвейер содан келіп поддондарға жинаймыз. Қазір бұл жерде поддон жоқ. Одан келіп мына инкубатор дейді. Бұл инкубаторда 26 градуста 3 күн көшет сақталады. 75% ылғалдылықта, температура 26 градуста болады. Тағы да айтып түсініп кетейін сіздерге. Бұл жерде жаңа көрсетейін дегенім, көшетке 3 түрлі нәрсе қосылады. Біріншісі торф болса, екіншісі міне мынауымыз вермикулит дейді болды. Мынауымыз перлит дейді. Осы 3 зат қосылады бізде. Назарларыңызға рахмет. Тағы да ассалаумағалейкум. Қазіргі уақытта бізде сезон емес, сезонымыз енді басталады. Мынау біздің қиярымыз егілген. Бұл да жаңа агротур шаруа қожалығы. Бүгінгі күні 2020 жылы. Бүгін қай күні еді өзі? Шынымды айтсам ұмытып қалыппын. Қараңыздар. Мынау біздің жаңағы торфта өскен қиярларымыз. Егуге дайын. Бүгін егіледі бұл көшеттер. Қазір кетеді. Ondan соң мына жерде недеміз бар. Жаңа помидор дейміз ғой. Мына помидорларымыз бар. Помидорымыз бар. Так 20 күннен асқан 25 күндік помидорымыз. Қазіргі уақытта осы торфқа болған.